Сәуір айында бір 5 бұрынғы кезде енді күні ертеге кезде бір 5 жолға шығады екен ғой. Содан аяқ астынан боран сол 5 кісі далада боранда қалып өліп қалып қайтып келген. Осы қазақтың несі ма? Иә, қазақтың. Содан бұны енді қазақтар сол 5 қонақтап атап кеткен. 5 қонақ аралап жүріп кетеді екен сол күні, сол ел аралап жүріп. Өзі сәуір айында осындай бір 5 қонақ деген осындай бір құбылыс бар, иә? Иә, осы солай боран. Жел борандатып кететін, иә? Иә, боран шашын болып сөйтіп кетеді. Боран шашын болып. Соны қазақ 5 қонақ деп кеткен. 5 қонақтап атап кеткен ғой. Аха. Соған аяқ астынан күн ысып тұрады да, бұзылып кетеді. Қазақтар жаңағы адамдар күн жылы деп шығып кетеді ғой, қонаққа бір жаққа. Қонаққа жолаушылар шығып кетеді ғой. Иә, аттарына мінеді. Аттарына мінеді, иә. Бұрын кезде жоқ машина деген дейсіз ғой. Ол кезде қайдағы машина, ол ат қой, ат деген машинаға белгісіз ғой. Иә, содан боранға қалып. Сол далада неметкен екен, қалған ғой сол кезде. Содан кейін соң халық соны 5 қонақтап атап кеткен. Олар жолдан жоғалып кетмекен, қасқыр адасып кетмекен. Қарлы боран дейсіз ғой. Үсіп қалды ғой. Содан қазақтар бұл сәуір айын 5 қонақтап атаған екен. Аяқ астынан күн ысып тұрады да, боран құласып қарлы боран кетеді. Қауіпті күндер дейсіз ғой. Қауіпті күндер. Ескеріп жататын сол ғой. Сәуір айында көп жолаушы жүрмеңдер. Алыс сапарға көп шықпаңдар деп. Жалпы қазақтың аңыздарын білесіз ба? Ата-апаларыңыз айтқан. Сәуір айында неметеді ана, бұлт көшеді. Бұлтпен бірге пері көшеді деп. Оны білем, апам айтатын. Далада ұйықтап қалмаңдар дейтін сол ма? Далада ұйықтап қалмаңдар. Шайтанға ұрады. Кеште терезе ашық қалмасын деп. Иә. Пері қағады дей ма? Перінің. Жын қағады дейтін. Пері дейді ғой. Пері көшкенде аспанда пері бұлтпен бірге көшеді екен. Оны сол перінің салқын тиеді дейді. Салқын тиген адам сал болып ауырып қалады. Көтеріліп ауырады. Сәуір айында әйтеуір апаларымыз айтып ататын. Далада ұйықтап қалмаңдар, далада қалып қалмаңдар. Бұл өте қауіпті. Жын қағады деп айтатын апам. Сол ма? Жын деген неменені баспаңдар деп айтады қазақта. Мал сойған кезде боқ жыны болады, шек қарнын, міне оны басуға болмайды. Қазақ жалпы ырымшыл халық қой. Күл басу болмайды. Кірдің суын төккен жерді баспайды. Кірдің суын басу болмайды. Жын шайтан болады. Иә, ондайды естіп өстік қой. Әр қазақтың баласы оны естіп өсті ғой. Сондай деп жатады. Аха. Бізде енді сосын ана моланы басу болмайды, ескі, иә? Ондай жер мүлдем басуға болмайды. Ана зират басына әйел адам баруға болмайды. Екіқабат әйелдер мүлдем баруға болмайды деп жатады. Ол біздің енді өзіміздің салт дәстүрлері ғой. Қалыптасқан. Ғасырлар бойы қалыптасқан. Оны жоққа шығаруға болмайды, одан бас тарту болмайды деп ойлаймын, өйткені ол біздің бір жағынан тарих, бір жағынан салт дәстүр, қанымызға сіңген мәдениет, тәрбие, көзден өткізген, тәжірибеден өткізген істер ғой бұлар. Содан ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатыр. Қазір кейбір жастар ол қойшы дейсі ады ғой. Жоқ, олар қазіргі ислам дінінің бір ағымдары ма, түсінбедім мен оны. Осының бәрін жоққа шығарады, әуелі жеті шелпегімізді жоққа шығарады, әуелі дұға, жаңағы қолымызды аулақ бір дегенімізді де. Жеті шелпек дегенде былай ол. Жеті шелпек шариғатта міндетті түрде пысыру деген міндет емес. Жоқ, ол шариғатта жоқ болғанмен, қазақта бар. Риза болады дейді ғой. Аруақ риза болады. Өлі риза болмай, тірі баймайды. Дүйсенхан апай сосын оның бір тағы бір шет шелпектің тағы бір айта кететін нәрсе, ол деген қарны ашқан адамдарға кәдімгідей көмек қой. Міне садақа ретінде қараңыз, Алматыда студенттер жаңағы Райымбек атаның басына барып, біз өзіміз студент кезімізде қарнымыз ашқанда сол жаққа барып жеті шелпек жейтінбіз. Біз содан аман қалатынбыз, қарымыз тоқ болып қалатын. Ол да кәдімгідей бір көмек қой. Талай студенттер сөйтіп жеті шелпекпен Алматыда қарнын тойдырып жүр. Ол көмек бір жағынан. Қазақта сөз бар. Неме деуші еді? Садақаны сау күніңде бер дейді. Міне, ол Райымбек ата деген мықты батыр болған кісі ғой. Сол кісінің енді сыйынып халық өзі.
ата бабам деп аруағына неметкен нәрсесі ғой енді барған. Ол енді ол өте сауап нәрсе. А оны жастарға бізге де сауап көмек болатын ол. Көмегін көрдіңіз бе? Иә. Студент жастар ол көбінде ақшасы бола бермейді. Ақша болмайды, оны ұлдар барып жейтін, алып келетін, соны біз жейтінбіз. Енді жеті шелпектен қалай біз бас тартамыз? Ол деген біз ашаршылықты көрген халықпыз, иә. Біз нанды қасиеттейтін, құрметтейтін халықпыз. Жеті шелпектен қазір біз Мусужаға барсаң, нандар аяқтың астына басылып жатыр. Ол да бар. Мен жалпы нанды қымбаттату керек па деймін ғой. Халық жоқ дейді, өтірік жоқ дейді. Халықта ақша жоқ болса, нан аяқтың астына жатпас еді. Нанды бар ғой, шағындап алып үйрену керекпіз. Жарты бөлке. Жейтіндей ғана. Жейтін ғана. Одан кейін тәрбие отбасынан басталады. Бір түйір қоқым нанды қалдыртпау керек. Жегізу керек. Сындырып емес, нанды үзіп же дейді. Сірақып тастамайды. Менің атам әзір картеге кетті ғой, алып жатыр. Ол кісі мен келін болып түскенде қоқым нанды же дейді. Ол кісілер ашаршылық кезінде өздерін сақтап қалу үшін, тұқымын сақтап қалу үшін Қытайдағы өзіміздің жер ғой, Шығыс Түркістан деген, ол Қытайдың жері емес, Восточный Түркістан өзіміздің жер. Қазақтар сол Қытайдағы қазақтарға барып паналаған ғой. Сондықтан олар нанның құрметін біледі, біздің ата бабаларымыз. Ал біз ұмытып кеттік. Сол мен де балаларыма бір тал нан қоқым қалдыртпаймын. Нан турайды ғой. Апам сөйтетін біздің, шешем де сөйтеді әлі. Жинап теріп жеп алады, ысырап қылма депші. Нан деген нәрсе дейді, Құраннан үлкен дейді. Мысалы үшін дейді, Құран ілініп тұрса дейді, астыңғы жағынан нан ілініп тұрса, нанға шығып Құранды алуға болмайды дейді. Енді Құран астында тұрып, нан үстінде тұрса, Құранға шығып нанды алуға болады дейді. Көрдіңіз ба? Нан Құраннан үлкен деп айтады. Нанның қасиеттілігі өте дұрыс айтасыз. Сонымен жүрегім ауырады, көшеде жатқан нандарға жүрегім. Қытай жақта тұрған кезіңізде ондай нанға деген сондай көзқарас болды ма? Ондай сырапшылдық деген жоқ бізде. Болған жоқ. Иә, нан түссе сыпырып алатынбыз. Бай бір жұттық дейді, батыр бір оқтық дейді. Бір оқтық. Иә. Соны қазіргі мына байымыз деп біраз ақшасы қалтасында қампиғандардың ісі тастап кепияттан ысады. Жемейді. Болмағанда бір тұрмыс істемем семьяға бір апарып берсе болады ғой.